Биылғы жылы жаппай көкпарда Қара бриллиант пен Тәуекелдің аттары жиі аталды. Ірі додаларда топ жарып ерекше көзге түскені баршаға мәлім. Енді осы Қара бриллиант пен Тәуекелдің жалпы шабысы, көкпарда ерекше өнер көрсетуі әуелі баптан болса, екіншіден әрине ол қаннан. Қара бриллианттың әкесі құрметті көрермен Алмас Торы. Атақты айғыр, міне көріп тұрсыздар өздеріңіз, менің жанымда тұр. Дене бітімі келіскен, осы Ақсу Жабағылы ауылының азаматы Төребекұлы Нұрғали ағамыздың айғыры. Міне қазір үйірде жүр. Міне осы айғырды жақыннан білу үшін, тану үшін арнайлап осы кереметтей өлкеге келдік. Менің астымдағы бұл 4 жасар өзімнің қорамнан шыққан, енді Құда қаласа жаппай көкпарға осы өз қорамнан қол балағып тұлпарлар шығарсам деген мақсатпен жұмыс істеп жатырмын. Бұның әкесі Тауторы деген айғырым болған. Көкпар шапқан соның бел баласы өзімнің қол бала биемнен түскен. 4 жасар дөнен. Құдай қаласа, күзге салымыз көкпардың көріп қалуымыз мүмкін ба? Енді Құда қаласа, күзді күні осы көкпарларға тәрбиелейміз. Қазір мынау тауға, қырға мініп тәрбиелеп жатырық. Енді күзді күні кішірек көкпарларда додадан көріп қаласыздар деген ойдамыз. Салымды болсын, сіздің абыройыңызды көтеретін тұлпардың бірі болсын. Енді сізге мынандай сұрақ қойғым келеді аға. Жалпы атты әр адам әртүрлі ниетте ұстайды. Оны жасырудың қажеті жоқ. Біреуі табыс үшін, пайда үшін, біреуі енді өзінің бұрыннан келе жатқан жалпы ата-бабаның дәстүрін жаңғырту жолында ұстайды. Біреулері шын махаббатпен, жылқыны шын жақсы көргендіктен ұстайды. Сіз осылардың қайсысына жатасыз? Енді атқа мінсе делебесі қозбайтын қазақ жоқ. Бізде енді аталарымыз, ағаларымыз көкпар шапқан. Енді өзіміз көкпар шаппасақ та осы көкпар шабатын тұлпарларды енді біраз жыл болды, командалық көкпарға ат шаптырып жатырмын. Содан енді нағыз атбегі өзінің қорасынан тұлпар шығарса атбегі деген әңгімелерді жүреді көп атбегілердің арасында. Сондықтан өзім сол өз қорамнан мынау енді кәсіпте жүрген соң ауылдан алыстап кетпейін деп осы жақта басында бие сауып бір хозяйство бастағанмын, шаруашылық. Енді одан кейін осы атқа қызығушылық пайда болып ары қарай енді Құда қаласа осы дәу додаларда шабатын тұлпарларды өз қорамнан шығарсам деген мақсатпен жұмыс істеп жатырмық. Мына кейінгі ұрпаққа үлгі болып қалсын, осындай қазақтың тұлпарлары іріленсін деген мақсаттарда жұмыс істеп жатырмық. Алла қаласа осы қаншама биелер алып, енді ол тұлпарды алыптан ана туады дегендей, сол бірнеше жыл жақсы құлындар түсіре алмадым. Енді осы соңғы 3-4 жылда міне жақсы биелер алып, жақсы айғырлар қойып, енді екі жағынан да линия болу керек дейді ғой тұлпардың. Сол екі жағынан да жақсы линиялар. Енді мынау өздеріңіз көріп отқан Алмас Торы, ол арғы жағы Лашының линиясы, одан бері оның черный бриллиант балдары, Тәуекелдер түсіп жатыр. Асқақ мақсатты жүзеге асыру үшін Нұрғали Төребекұлы мына Алмас Торыны атақты атбегі Жаныс Саев ағамыздан аттай қалап алған. Ар шетінде оның Лашын деген атасы бар. Бәйге шапқан кезінде осы Қызылорда, Жамбыл облыстарында бірнеше бәйген жеңген. Соның линиясы енді осы селекциямен айналсам деген мақсатта осы Алмас Торыны 2013 жылы сол Жаныс ағамыздан алған. Черный бриллианттың әкесі
Алмас торы деген осы ат. Лашыннан түскен жануар. Алмас торы деген атты өзі мен ол аттың арғы аталарына қызығып барып 2 жасында алған жағдайым бар. Себебі бұл аттың 2 жағынан да келіп тұр, ана жағынан да өзінің әке жағынан да келіп тұр. Себебі бізде мынау ат шулы осы Лашын деген ат болған. Ол Лашын деген аттың арғы түбі Түркістан облысы Түлкібас ауданында колхоз Победа деген үлкен колхоз болған. Баяғы Терещенко деген кісі басқарған неше жыл. Сол кезде Шрейдер деген зоотехник болатын. Сол кісі жақсы аттарды әкеп қоятын біз бала кезімізде. Сол аттардың тұқымдары кейін осы колхоз тарап атқан кезде осы Лашын деген ат болып бізде тай болып шыққан. Ол осы қазір өзіміз атап кетсек досымыз бар, Сүлейман деген түрік жігіт. Сол тай кезінде алып, кейін содан осы шығып, Лашын аты шулы Лашын болған. Ол Лашынның енді бір несі бәйге шауып та шыққан. Оның арғы жағын айтатын болсақ, Лашынның ол өзіміздің мына Қостанай порода болып келеді. Қостанайдан келген. Оны дайындап жүрген Сүлейман деген жігіт қатты дайындап та қатырмайды, бірақ негізі аттың тұқымында бар. Ол атты себебі ол кәдімгідей мініп, суытып, дайындап жүреді. Бірақ бәйгеге апарса, бәйгеден келген кезде ол ат бәрібір ешқандай атпен қабаттасып келмеген. Ол аттың жеке келетін қасиеті бар еді. Финишке қалай да аттарды артына тастап келеді. Ол кезде бәйге деген, мысалы Жамбыл облысына барып талай дүбірлі тойларды алған. Оны Жамбыл облысы біледі. Оны Лашынды түріктің аты деп айтатын. Сол Лашыннан қалған Алмас торы. Алмас торыны өзім 2 жасымда қызығып алып, оны кейін жақсы биелеріме қойып, сол биелерге қойып, содан осы Черный бриллиант деген ат шықты. Ошай Ержан мырзаның Черный бриллианты. Сакен ағамыздың баласы. Ошай Ержан мырзаның орталыққа белгілі. Бұл тай кезінде өзімде болғанменен кейін Ерболат деген құда балама сатам. Құлын сатасы деп сөйтіп айтып жүрдім қанша атқа қызығып, Алмас торы деген атқа. Сонымен бір күндер айтып қалды, осындай сатылайын деп жатыр, 2 тай бар деп. Осы Черный бриллиантты алдым. Бриллианттың аяқ қолы өзі бітімі бөлек жануар ғой бұл жануар. Тай кезінен білінді да бұлай. Сонымен соған қызығып, сонымен Жанас ағамызды солай алғам. Сонымен алып, асырап, қолдап өсірдік, жаңағыдай тәрбиелеп. Негізі атты кішкентай кезінен енді ол қандай болсын тәрбие керек қой бірінші. Ол бір жерден бар 5-6 жасар атты алып, бірден көкпар шаптыра салам деген ол да болмайды негізі. Мен өзім жастайынан тәрбиелеп, міне көкпарға баулытып, үйретіп, кейін 4 жасында ат әлі көзге көрінген жоқ, әлі тайдан құнаннан шығып атқан уақыты ғой. Сонда жағы ауданымыздың 90 жылдығы болды Тұрар Рысқұловта. Сонымен сол көкпарға Жанас ағамыздың інісі бар, Ерлан Сайып деген. Сол жігітке шаптыратын болдым атты. Көкпардың соңғы жағы болып қалды, ақырымен өгіз өлді қалды. Оға дейін Ерланға қарап қоям, Ерлан мінесің ба десем, бір қарайды да кетіп қалады, бір қарайды да кейін, қазір деп. Ол да көңілі толмай жүрген сияқты болды. Бірақ Ерлан сол көкпарды әлі саламай жүр әлі. Сонымен не керек? Ат бірақ жағадай қайта секіріп, ішке қарай ұмтылғысы кеп тұрға бүйтіп, тарпынып, өз-өзіне сыймай жүр бірақ ат. Сонымен ең соңғы көкпардың ақыры қалды. Сонымен Ерлан келді, мінейік деді, әкел деді. Сонымен мінгіздім, жерге түстімді, шартаққа жақындаған сол еді, Ерлан Сайып басып кетті деп. Сондай хабардар жетіп жатыр ғой, микрофонмен айқайлап жатыр. Қуанғанымызда сол кезде. Аттың сол үлкен көкпарды бастаған бірінші салым сол 4 жасында бастады. 2 айдан кейін Жетісайға көкпарға бардық. Көкпарға бара жатырмыз. Көкпарға барып атта түсіріп жатсақ, енді анердегі аттарды көргеннен кейін ойлана бастадым ғой. Атым кішкентай-ақ былайынан қарасаң. Енді анерде не деген дәу аттар түсіп жатыр, кеуіп жатыр, бәрі байлап тастаған аяқтарына. Сонымен бәрі қанша дегенмен жүрегіміз тарсып тұрыс етіп тұрды. Сонымен бір 10 қолға мінеміз деп не қылды. 10 қолға мінді. Ерекең алып барған уақыт еді ғой, ерекең алайын деп жатқан сол кезде осы бриллиантты. Сонда атты мінгіздік, жаңағыдай болды ғой.
үлгере алмай қалды да мына қолдан. Арғы мереге шауып кетті, бірақ бері қарай басып келе жатыр ғой сол. Сонша аттың не деген дәуаттардың ішінен сол кезде жүрегіміз жарылып кетеді да дәнерден. Сөйтіп мінекей Ержан Ошай бауырымызға сол көкпардан кейін атты сатылып, құтты орнына қондырып, батамызды беріп, бізге де жақсы ғой, атың сатылғаннан кейін атың ол жаққа барғаннан шауып жатса, қандай мәртебе болды, абырой мысалы үшін да. Сөйтіп Ержан Ошаевқа сүліктей қара, болмысы сұлу қара бриллиант құтты болды. Әр көкпарда ат аталып, абырой биігінен түспеді. Черный бриллиант. Түлкібас ауданының түлегі Ошаев Ержан мырзаның черный бриллиант есімді сәйгүлігіменен көкпарды бағлан Шәрменов. Мекен бола бер, полван мекен бола бер. Салым салынды. Енді 2023-дің шатаспасам қыркүйектің 8 күні, 10 күні Бауыржан деген досымыз бар, Ордабасы ауданының жігіті, Бөген Қоймасу ауылында тұрады. Енді бала кезден таныс жігіт, сол дос бауыр кеп, басқа атқа келіп, черный бриллианттың саудасын шығарып кеткен. Енді мен ана 1 сағат, 2 сағат әңгімелесіп қоймай қойғаннан кейін қазақта арым бар, енді келгеннен кейін аттың саудасы келсе бер деген, сондай бір өтінішпен сатылып кеткен жағдай. Бір ақша керек болып, мұқтаждықпен, бір жұмысымызға бір нәрсе жетпей қалудан болған нәрсе емес. Чисто достардың арасындағы сыйластықпен солай сатылып кеткен жайы бар. 2 жылдан кейін Алланың қалауымен қайтып өзіміз алдық ол атты. Қазақта мақал бар ғой, қайтқан малдың қайыры бар деп. Сөйтіп 2 жыл үйірде жүрген ол жақта. Сонымен күзгі көкпарларды шаптырдық та, қысқы шілде деп айтады бізде. Қысқы шілдемге қойып, көктемнің тойына дайындайық деп, жақсы көрсеткіш көрсеттік деп ойлаймын. Күздің күні көкпарларда салып жүрді. Шынын айтқанда ол кезде 2 жыл үйірде болғаннан кейін ондай күш қуаты болмады. Аттың жүрегі бар, стесі бар. Сондай күш қуаты болмағаннан кейін тоқтаттым мен. 21-і, 22-сі, 23-ші наурыз 3 күндік той болды. 3 күндік тойда қалған сырда болды бірінші шардарада. Бір аптада 5 көкпар, дәу көкпар шапқан ат бұл. Бізде анау Европадан келген 1-80, 1-75 аттар бар. Сол аттар бұл сияқты шыдай алмайды деп ойлаймын мен негізі ше. Өйткені бір аптада дәу көкпарды 5 рет шабу деген ол көп адамға айтсаңыз сенгісіз. Аттың аты шыдайды, 21-нен 8-ші сәуірге дейін шапты. Сол көкпарда жай есептеп қарап отырсам 16 күнде 10 көкпар шауыпты дәу көкпар. Соның бір 3 көкпарында салымсыз қайттық. Қалған 7 көкпарында салымды болдық. Енді бұл алмас торының қанынан беріліп отқан дүние ма, жоқ әлде баптан болып отыр ма? Ол қаннан ғой. Баптан болатын болса, менде бриллианттан кейін де басқа аттар болды, енді аттарын айтайын, енді бұндай деңгейде шаба алмады олар. Бұлардың қаны ағылшын мен қарабайыр араласқан болып тұр ғой. Әкеден бала озып туады деген сияқты осы алмас торыдан, енді оның әкесі Лашын жақсы бәйге шапқан. Енді мына алмас торыны алғаннан кейін 1-2 рет үйірге жібергеннен травма алды, жарақат алып сәл тойларға шаптырып көзге түсіре алмай қалдым негізі. Бірақ соның баласы енді черный бриллиант қазіргі тойларға, қазіргі уақытқа шағындау келгенмен өте өткір ат болып тұр. Әрі шыдамды. Енді талай аттар әр тойда 1 салымға, 2 салымға шыдап атса, бұл 3 қол мінсе де талмай шабатын, қайтпай шабатын, өткір мықтат болып тұрған өздеріңіз барлықтарыңыз білесіздер. Бұл аттарда арамдық жоқ деп ойлаймын. Себебі не деген салымдарда, не деген тойларда 3 қол, 4 қол берсе де, сол бәрібір өзінің тірлігін істеп тұрады. Бұлар шаршап қалса, шаршадым деп тұрып қалуы мүмкін, қайтып демалса, қайтадан тірлігін істеп кете береді. Бұларда арамдық жоқ атты. Бір аттар болады кішкене енді, сәл әккі алып, әккі жағына қарай өтіп, осы Сарыағашта ат жолы үлкен той болған, сол тойдың бар 9 тайын сап келсе, одан кейінгі бір аптаға жетер-жетпес дәу тойда 9 түйесін сап тұрған жағдайы бар. Себебі сонда айтатынбыз, осы аттан шаршамайтын
черный бриллиант адамнан шаршамайтын әділет екен деп. Қашан көрсең көкпарға кетіп баратады, қашан көрсең күн суық болса да. Ержан бауырымызда қай көкпарды ашсаң ержан кетіп баратады. Черный бриллиантпен жолға шықтым деп барады. Сол жерде 3 қол, 4 қол мінеді. Енді барғаннан кейін атына сенімді болғаннан кейін де беретін шығар. Сол екі тойда өзіміз көрдік ол аттың қандай пейнетпен, қандай күшпен салғанын да. Қазір дода қалың болып кетті. Дода дәуаттардыңқы деп атады, бірақ бәрібір өзінің салатын салымын сабатқан жағдайлар көріп тұрсыңдар ғой. Ол бұл айтып отырғанда черный бриллианттар енді көз көрініске кішілеу болып көрінетін шығар, бірақ бұлардың дене тұрқы, аттың өзінің баяғы сындалған сындары бәрі тұр. Құйымшағы да жоғарыда, бөкен қабақ, қоян жақ дейді. Сол сияқты бұл кішкентай атты, үлкен атты деп айтуға болмайды. Бұл жүректі аттар ғой. Мұның кейін ол үстіндегі палуандар қанша дегенмен біледі. Ол шын жарамайтын болса, ол кішкентай атқа олар мінбейді. Олар жарайтын болғаннан кейін мініп тұр оны. Черный бриллианттың қасиетін айтайын, бірінші бриллиант болды ғой менде. Ол жануар өзім жастайынан қарағаннан кейін тек қана менің әкеме, енді әкем қарайтын бұлайдан, клеткіде тұратын, жемін, шөбін сол кісі салады, басынан сипалап, не ала береді. Содан кейін басқа бөтен адамға мінгізбейді, я басына жүген салдырмайды, даже клеткісіне кіргізбейтін. Черный бриллиантпен тәуекел. Жаппай көкпардың жарық жұлдызы, атақты Алмас торының немересі, қара бриллианттың бел баласы Тәуекел. Бүгінде көкпар сүйер ортада Ержан Ошаевтың абыройын асқақтатып тұрған тұлпардың бірі. Тәуекел деген Ерболат деген бауырымыздан шыққан. Ол жігіт осы бриллиантты өзінің биесіне қойып, сол жерден құлын болып, тай кезінде 1 жасында сұрағанбыз біз, ол кезде саудасын бермей сатылмайды деп. Сонымен атқа 6 жасқа дейін өзіне баптады. Сонымен Бағлан Жармен бауырымыз келіп, Медет деген атбегі бар, жаңадан көкпарға кірген, 2 жыл болған. Қазығұрт ауданының жігіті. Сол жігіт 20 миллион теңгеге алынған ат. Осы көктем айында Алла қалап ол атты өзіме алдым ғой мен. Сол жігіттен. Бірақ ешқандай ол жігіттің мәрттігіне Алла разы болсын. Бір тиын қоспай, сол 20-ны берсеңіз болды деп. Мен келісіп өзара Тәуекелді, енді алғашқы баласы. Алланың қалауымен жақсы шауып отыр қазір. Аяқ алысы жаман емес. Үлкен көкпарларда салымды болып жатырмыз. Тәуекел мінекей 6-7 жасына келгенде қолымнан шықты. Бұны да барынша тәрбиеледім. Балаңдай тәрбиелейсің ғой бұларды да. Жем шөбі, тамағы қандай болып жатыр. Әкесінен баласы озама деген әңгіме де бар ғой бұлай енді. 2 жасында мінгізіп, жас балдарға мінгіздім де, бір ауылдың көкпарында 20-30 аттың ішінде көрсеттім атты ше. Сонда бұл атты ашын бір кіріп өткен өзі, тіліп өтіп кетті ашын Тәуекелдің өзі. Болды өзі. Бар ғой дедім да, сол бастан бастап атын Тәуекел деп қойдық. Шылауға, жағы шылау қағып үйретіп атады ғой, жастайынан негізінде. Ал бұны міндік 1,5 жасынан бастап міндік қой. Уже бұның өзінің бойында бар да шылау қағушы. Ол жағы үйрету ешқандай да бұған не болған жоқ. Тек қана міндік, мініп үйреттік болды. Басын біткен кезде өзі шауып тұрғы жағы шылау қақтырып тұрғы жануар. Мінекей ерекше қасиет. Бұны үйреп көп тәрбиелеген де жоқпыз бұлайша айтқанда ше. Өзінің линиясында болып тұр да бұда ше. Сонымен Тәуекелді онда жасы келіп, уақыты келіп ұзаттық. Ол Медет деген бауырымызға ұзаттық. Қайтып Ерекең өзі алып, мінекей әкесінде баласында ұстап отыр. Ошаев Ержан мырзаның жаңа аты, бриллиант, черный бриллианттың бел баласы, бәрекелді, Тәуекел ат құтты болсын, Ержан ат құтты болсын, сағым құтты болсын. Көкпар палуанның білек күші мен тұлпардың ептілігі, жүректігі сыналатын адуынды спорт. Терісіне симай, ауыздығымен алысқан сөйгілік қара бриллиантты. Әкеден оза туған
тәуекел тұлпарды тізгіндеп 500 жарау ат мінген 500 шабандозды шаң қаптырып, дара озатын темір тақымды палуан Бағлан Жәрменов қос тұлпар туралы былай дейді. Тәуекел Черный бриллианттың бел баласы әкесінен биік болды ол. Бірде 70-тен жоғары болса керек. Сол биылдан бастап жақсы өнер көрсетіп, бір жерде салымды болып, жақсы салымдар салдық. Алланың қалауымен. Енді жылы одан да қатты жақсы болады деген үміттеміз енді. Әкесінен де озады бұл ат. Қан бар ғой бұларда. Ағылшынның қаны бар. Тез қашып құтылып кетесің бұл аттар. Менше резкі, ортаға көкпар тигізіп айландырғанда тез алдырып, тез әрекет қылып, сондай да қарабайылар сияқты емес бұлар. Жылдам келеді оладан қарағанда ше. Мен почти бір сезон міндім ғой тәуекелді. Тәуекелді өткенде 1-2 мәрте сыртынан көрдім. Мен енді көбінесе атқа мінген кезде аттың жаңағыдай қатты шығуы, ат қатты шықса маған ұнайды. Соны өткенде Ержанға айттым, мына тәуекел жақсы ат екен, маған ұнады тәуекел. Одан салмақтат, денесі де бар. Ал Ереке, енді мынау черный бриллиант шаптырып атсың, алмас торыны өзің құдайға шүкір реклама жасап атсың. Енді соның өткенде кеп мини бриллиантымды алып кетіп едің. Сол мини бриллиант алып кеткенде Ерекең айтқан мен. Ереке, сен енді жаңа айтқандай атты бір қол емес 3 қол, 4 қол шаптыратын кездері бар ғой. Соны айтқан, мынау алмас торының бел баласы. Бұны сен тәуекеліңе 2 қол, бриллиантыңа 3 қол қойсаң артына шыдайтын ат деп айтып берген едім. Бір тексеріп көрейін деді. 2 көкпардан кейін Ерекең сол бриллиантты арамызда әйтеуір ағаны болып Ерекең өтіп кетті ғой, мини бриллиант. Қалай қазір сол мини бриллианттың жағдайы қалай, өзіңнің көңілмен қалай шықты? Енді былай алғанда ол қызықты жағдай болды. Сәкен бауырым, менде тура осы көкпар алаңында менде артын қат болмады. Сонымен осы жерде Нұрғали ағамыз келіп, Ержан осы атты көр, алмас торының баласы, бриллианттың інісі, тәуекелмен де бриллиантыңа да шыдап береді, 2 атқа төтеп беретін ат артын қат деп. Бұның жаңа шыдамдылығында шек жоқ деп айтқаннан кейін болып парлап көрейік деп осы жерде ақырына парлап көргенбіз. Сонымен осы жерде жігіттер жақсы деп палуандар айтқаннан кейін келесі асыл атқа барған кезде сол жерде сол ат салды мини бриллиант. Сол ат қазір қара бриллианттың атында шауып жатыр. Мен жұлдыз қара деп қойып ем, жоқ, болмайды, мини бриллиант деп қойды екеннен кейін Нұрекең өтінішін жоқ демедік. Сонымен черный бриллиант, мини бриллиант болып шауып жатыр екеуі. Екеуі бір әкеден. Бір әкеден. Енелері бөлек қой. Енді енелері бөлек, бірақ енді алып анадан туады деген жерде бар, бірақ алмас торының қаны бөлек болып тұр да. Оның өзінен түскен бел балалары шыдамдылық жағынан, мынау қайтпастық жағынан. Енді Ерекең бриллиант алған кезде айтып едім, Ереке мынау атты ұзаққа шаптырмайсың ау деп. Міне одан бері қаншама жыл болды. Сатты, ояқтан алды, қайтып баптады міне. Әлі шаптырып жатыр. Енді бұл аттың шыдамдылығына көп аттар ілесе алмайды негізі. Алланың қалауымен биыл көктемде алмас торының 2 жасар баласын алып кеттім Нұрғали ағамнан. Қазір тауда жүр ол. Тауға көкке қойғанбыз жаңа. Өссін, бойына берсін деген ниетпен. Осы мен ат алсам ат қоятын едім басқа ат ше. Бриллиантты қайтадан алдым ғой 2 жылдан кейін. Ешқандай ат ұнамады сөздің шынын айтқанда. Алмас торыны алғалы өзімде біраз сапалы биелер болмады, бірінші біраз жылдары. Енді осы соңғы 2-3 жыл болды. Жақсы биелер, сапалы биелерді жинап, былтыр бір 14 биеге қойдым. Құда қаласа бір 8-9 қолым биыл түсіп жатыр. Енді биылғы жылы да жақсы 7-8 биеге қойып отырмын. Алла қаласа осы биелерден де жақсы осы алмас торыдай, черный бриллианттай соның жолын қуатын жақсы тұлпарлар шығарсам ба деген ниеттеміз Алла қаласа. Жаныс ағамыздан да былтыр 11 биесін алдым. Осы 20 жылдай селекциямен соларды сорттап жинаған биелерін былтыр сол алмас торын соған қойдық. Биыл жақсы құлындар түсіп жатыр Алла қаласа.
қазір біраз биелерді үйірге жіберіп қойдық. Осы қорамызда тұрған қазір 3 бием тұр. Оның енді біреуі қарабайыр, оның арық шеті ақжалдың линиясы бар, қара төбел биеміз. Енді ол да тұлпар туатын биелердің бірі деп өткен жылы Байталымен 14 миллионға сатып алдым. Енді бұның алдыңғы тайлары, құлындары көзге түсіп, осы Қарабұлақ ауылында жақсы нарықта сатылып жатқан биелер. Екінші тор биеміз ол ағылшын таза қанды бие. Осының қасында тұрған тағы да бір тор биеміз, осы алмас тордың бел қызы, 20 жылғы құлын. Оның шешесі де көкпар шапқан, селекциядан шыққан биеден түскен. Қазіргі күнде осы уақытқа дейін бір 3 құлын беріп отыр. 3 құлынды да ұрғашы болып түсті. Нұрғали ағам 7 миллионға, 14 миллионға, 3,5 миллионға бие алып жатыр деген кезде мен ойлайтын, Нұрғали ағам неге бүйтіп шатасып жатыр деп. Шындығына келгенде бұл кісі шатаспаған екен. Алла қаласа болашақта мен жемесін, мен өткенде өз көзіммен барып биыл көз жеткіздім. Осыдан 1 ай бұрын. Соның жемісін көріп, содан шығып жатқан жаңағы құлындарды, тайларды көріп өзім көз жеткіздім. Нұрғали аға қолыңызды алайын деп осылай қолымды алып кеткем. Ризамын сізге деп, иә. Ары қарай жалғастыра беріңіз сол нәрсені деп. Енді таудың жылқылары деп мақтайды ғой. Негізі таудан шығады. Жақсаттың көбісі да. Ыстық жерден құлын кезінде қысылып қалады ау деп ойлаймын. Көкпар әлеміне келгеніме бір 10 жылдан асты. Сол енді қаншама аттар шаптырғанмен, соның арасында осы Абат Жебе деген 2 ат шаптырғам. Осы көкпар әлеміне сол Абат Жебемен танылдым. Енді Жаныс ағамыз бен Әділет бауырымыз шапқан, Парланып Әділет ініміздің артында шауып жүрген кезде содан Жебе деген атты шаптырдым. Соның қазір құлын тайларын ұстап отыр. Мынау жаңа өздеріңіз көргенде Жебенің артынан түскен Қара Жебе деп атын қойдым. 2 жасар тай, Құда қаласа осы Жебеден де тағы да селекциямен жұмыс істеп, 1,70, 1,75 үлкен аттар шығарсам деген мақсатпен жоспарлап отырып болашаққа. Жебеміз енді 2-ші ат болып 1,55 бойы сондай болып шапқан. Енді осыдан Құда қаласа Жебеден асып түсетіндей тұлпар шығарып, өзі де Жебеден асатындай және сондай ұрпақтар, линиялар шығарсам ба деген ойда бар. Былтырғы жылы 1-2 тай алдым. Осы Жаныс ағамыздың қорасынан шыққан. Бүгінгі таңда жаңа өздеріңіз көріп отқандай 24-тің құлындары 2 жасқа келіп жатыр. Енді ол біреуінің аты Бүркіт, біреуінің аты Сұңқар деп қойдық. Бүркіт дегеніміз ол бергі жағы өзімде Байторы деген айғыр бар. Соның шеше жағы Байторы деген айғырдан түскен қызы. Ал әке жағынан осы Дауылбай ағамыз шапқан Ақжал деген Қарабұлақта айғыр болған. Ол кісі енді қаншама сұхбаттар бергенде сол айғыры жайлы айтып отырады. Сол айғырдың немересінен түскен, бұл енді шөбересі болып тұр енді, Құда қаласа. Қазір бүгінгі таңда енді 2 жасар, бойы 1,70-тің үстіне шығып тұр, Құда қаласа. Енді бұны да болашақта додалы көкпарларда шабатын тұлпар болып шығады деген ойдамыз. Одан қасында тағы да 2 жасар Сүлік Қара деген құнанымыз тұр. Ол да Черный бриллианттың қызынан түскен. Шеше жағы Черный бриллианттың қызы, ал әке жағы сол Ақжалдың немересі. Осы Бүркіт пен Сүлік Қара әкелері бір айғырдан түскен тұлпарлар, Құда қаласа. Бұл дөнен Алмас торының бел баласы 2022-нің құлыны биыл 4 жасқа келіп жатыр. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай бұл аттың бойы аласа. Бір аттан ала да туады, құла да туады дегеней. Енді біздің жаппай көкпарда өздеріңіз білесіздер, алдыңғы ат, артыңғы ат деп жүреді. Алла қаласа бұл құнанымызды артыңғы ат қып, осы үлкен додаларға салсақ па деген мақсатпен дайындап жатырмыз.
өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой, Нұрғали ағамыз жаппай көкпардың жұлдызды жүйріктерін шығарып жатыр. Оның сыртында командалық көкпарға, яғни Түркістан облысының құрама командасында 8 бірдей үздік аттары бар. Енді ол әбден командалық көкпарға төселген, командалық көкпардың мықтылары осы қазіргі уақытта Түркістанда жиналған деп айтсақ болады. Сол 8 бірдей сәйгүліктің иесі осы Нұрғали ағамыз. Енді аға, осы ісіңіз әрмен қарай берекелі болсын. Қашанда осы ерқанат ат дейміз ғой. Осы ат қашанда сіздің қанатыңыз болсын, абыройыңызды биікке көтерсін. Тегінде бар, тегі озар дейді қазақ. Елді аузына қаратқан алмас торы, қара бриллиант, тәуекел, жеткіншек домбыра қасқа, кең сағақ, қамыс құлақ, сіңірлі аяқ, жұмыр тұяқ, бекзат болмысты, атаңыз болған лашын тұлпардың жалғасы. Нұрғали Төребекұлының мақсаты осы тектілік тізбегін үзіп алмау. Ол осы жолда қаржысын да, уақытын да сарп етіп жүрген арды азамат. Қаны бар жылқы қапыда қалдырмайды. Бүгінгі түсірілім барысында түйсінгеніміз осы. Жалпы алмас торының тұқымын білдіңіздер. Одан тараған қара бриллиант болсын, тәуекел болсын, олардың жүйріктігін, шыдамдылығын, төзімділігін де естідіңіздер. Алдағы уақытта Нұрғали ағамыз осы алмас торының тұқымын жалпы өрісін кеңейтуге ниетті. Олардың арасында бұлардан да мықты тұлпар шығады, жүзден жүйрік шығады деген сенімде. Біз де оған сенеміз.